Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Келімжаева Гаухар Бектібайқызы, биология пәнінің мұғалімі. Бүгінгі өтетін біздің сабағымыздың тақырыбы патогендермен күрес тәсілдері және де вирустар. Сабақ мақсаты: сіздің білетініңіз антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру өнімдері вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы екендігі. Сіздің меңгеретініңіз антибиотиктер, антисептиктер және залалсыздандыру өнімдерінің қолданылуы вирустардың тіршіліктің жасушасыз формасы екендігін түсіндіру. Балалар, сіздер өткен сабақта бактериялардың пайдалы және де зиянды түрлерін қарастырған болатынсыздар, ендеше бүгін ауру тудыратын микроағзалар туралы қарастырайық. Оларға бізде бір жасушалы жануарлар, бір жасушалы саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар. Осы патогендік аурулардың күрес жолдарымен танысайық. Ең бірінші бізде ол жеке бастың гигиенасын сақтау. Жеке бастың гигиенасы денені және тұратын жерді тазалықта ұстау қажет. Организмнің жалпы жағдайы, денсаулық пен өмір ұзақтығы жеке бас гигиена ережелерін сақтауға байланысты болып келеді. Ендеше жеке бас гигиенасының түрлерін айта кетейік. Ол тазалықты сақтау, бетті, қолды, мұрынды үнемі жуып отыруымыз керек. Бөлмені желдетіп тұру керек. Күніне бір мезгіл болса да бір 10-15 минутқа бөлмені желдетіп тұру керек. Көкөністер мен жеміс-жидектерді жуу, қолды сабындап жуу, спортпен шұғылдану, шикі піскен тағамдарды жеуден аулақ болу қажет. Балалар, ендеше біз бактериялар мен вирустардың ауру тудыратын түрлерімен таныса кетейік. Бірінші, бактериялар өте ұсақ жасушалар, тірі ағзада ғана тез көбейеді. Жасушаларды зақымдайды, токсин түзеді. Бактериялардың тудыратын ауру түрлері үш жүздегі дизентерия, туберкулез, көкжөтел, тырысқақ, бруцеллез, ботулизм және сіріспе деген ауруларды тудырады. Ал вирустарға келетін болсақ, жасушалар жоқ ағзалар өздерінің клондарын жасау үшін басқа ағзаның жасушасын пайдаланады. Жасушаны бұзып шыққанда ауру тудырады. Вирустардың тудыратын ауруларына желшешек, житс, гепатит, тұмау, қызылша және де герпес немесе ұшықты айтуымызға болады. Осы патогендік аурулардан қорғану үшін бізде залалсыздандырғыштар қолданылады. Залалсыздандырғыштар деп отқанымыз жансыз нысандар бетіндегі патогендерді жоятын заттарды айтамыз. Оларға көптеген жуғыш заттар, хлор, тұздар немесе қышқылдардың ерітінділері, спирттер, тірі ағзалардағы микробтарды жоятын басқа да заттар жатады. Карбол қышқылы мысалға айтатын болса, оны кескіш құралдарды, пластмассадан жасалған заттарды, инелерді, скальпель, полиэтилен түтіктерін залалсыздандыруға пайдаланады. Келесі түріміз ол бізде лизол, жасыл сабынмен бірге қолданылады. Қабырғаларды, едендерді және жиһаздарды жууға, ыдыстарды және резинке қолғаптарды, заттарды жууға қолданылады. Диацид, ртуть құралы, жуғыш зат ретінде қолданылады. Хирург қолын жууға пайдаланады. Хлор ерітіндісі келесі бізде. Заттарды, ыдыстарды, суды, жуғыш бөлмелерді залалсыздандыруға қолданылады. Балалар, осы айтылған заттарды бізде үй жағдайында қолданамыз ба? Әрине, балалар, үйді таза ұстау үшін біз осындай залалсыздандырғыш құралдарды қолданамыз. Осыдан кейін бізде туындайтын тағы да бір термин, ол антисептиктер деп атады. Антисептиктер деп отырғанымыз, бұл адам денесінің бетіндегі немесе жарақаттанған патогендерді жоятын заттарды айтамыз. Жарақаттанған жерге, шырышты қабыққа және зақымданған жерге инфекция түсуі мүмкін. Сондықтан әртүрлі антисептикалық заттарды қолдануға болады. Антисептика түрінде әртүрлі химиялық қосылыстар қолданылады. Олар микробтарға қарсы әсер ететін заттар болып есептеледі. Оларға спирт, иод және де зеленканы жатқызуымызға болады. Келесі терминіміз бізде антибиотиктер. Антибиотиктер деп отқанымыз адам ішіндегі патогендерді жоятын заттарды айтамыз. Адамзат ежелден бері көптеген патогендік аурулармен күресіп келеді. Мысалға айтатын болсақ, ертеде қазақтар үй-жайды адыраспанмен аластаған болатын. Қазіргі таңда ғалымдар адыраспан түтінінің бактерицидті қасиетін анықтап отыр. Яғни ол бізде бактерияларды жоюға қабілетті екені расталып отыр. Сонымен қатар ежелгі Грекия, Рим елдерінде жарақаттанған жерлерге уксус немесе тұз қышқылдарымен залалсыздандыратын болған. 17 және 18 ғасырларда бізде көптеген аурулар тарала бастады. Соған байланысты медицинаның дамуына байланысты бізде ауруханалар салына бастады. Бірақ ол жерде бізде көптеген адамдар ауыра бастады. Себебін анықтай келе, олар хирург дәрігерлер көптеген залалсыздандырғыш құралдарды, антисептиктерді қолданбаған. Яғни хирургтар қолданған шприц немесе скальпельдерін келесі адамға қолданған, яғни ауруды келесі адамға жұқтырған, сөйтіп өлімнің саны да көбейіп отырды. Ал 19 ғасырларда медицинаның дамуына байланысты ғалымдар көптеген жаңалықтар ашқан болатын. Атап өтетін болсақ,
Джозеф Листердің еңбегін айтуымызға болады. Ол 1867 жылы Пирогов, Зиммельвейс, Пастер еңбектерін және өзінің ғылыми зерттеулеріне сүйеніп, операциядан кейін жараның ішіне сыртқы инфекцияның түсуіне жол бермеу әдісін ұсынды. Келесі бізде Александр Флемингті айтуымызға болады. Британдық бактериолог лизоцимді адам ағзасында өндірілген бактерияға қарсы фермент және бірінші реттік пенициллин нотейтін зең саңырауқұлақтарынан пенициллинді тарихи алғашқы антибиотикті бөліп алған ғалым болып есептеледі. Келесі бізде ағылшын дәрігері Эдвард Дженнер 1796 жылы шешекке қарсы вакцинаны тапқанын жариялаған болатын. Келесі бізде Джон Сноудың еңбегін айтуымызға болады. Британдық дәрігер анестезия мен медициналық гигиенаның жаппай енгізу пионерінің бірі болып келді. Ол қазіргі заманғы эпидемиология негізін қалаушылардың бірі болып саналады. Және 1854 жылы Сохо лондондық кварталындағы тырысқақтың өршуін зерттеу бойынша өзінің жұмысы үшін белгілі болды. Сноу анестезия үшін эфир мен хлороформды белсенді қолдана бастаған алғашқы дәрігерлердің бірі болды. Ал ендеше балалар, осы ғалымдардың еңбектерімен кеңірек танысу үшін видеороликке назар аударайық. Адамзат тарихындағы ең маңызды медицина жаңалығы тап осы зертханада кездейсоқ ашылған. 1928 жылы доктор Александр Флеминг бактерияларға эксперимент жасап жүріп, Петри шынысында пайда болған табиғи зең саңырауқұлағын көреді. Ол зең саңырауқұлағы маңайының тазарып қалғандығын байқайды. Флеминг зең саңырауқұлағы бактерияларды жоятын зат түзет деген тұжырым жасайды. Пенициллин деп аталған бұл зең саңырауқұлағы медициналық мақсаттағы тұңғыш антибиотик болды. Флеминг жаңалық ашқан тұста пневмония, туберкулез және дифтерия дерттері сол кезгі өлімнің 1/3 себепкер еді. Пенициллин адам өміріне қатер төндірген осы індеттерге дауа болды. Флеминг осы жаңалық үшін Нобель сыйлығымен марапатталды. Кейінгі 10 жылдықтарда осыған ұқсас 150-ден астам антибиотик жасап шығарылды. Антибиотиктер бактерияларды жойғанымен вирустарды жеңе алмайды. Сол себепті олар жөте немесе тұмау секілді вирустық жұқпалы аурулар алдында қауқарсыз. Бірақ туберкулез сияқты бактериялық жұқпалы ауруларға қарсы тұра алады. Дегенмен бактерияларда оңайлықпен берілмейді. ДНК-дағы кездейсоқ өзгерістер оларды антибиотиктерге бейімдей алады. Бұл оларға тіршілігін жалғастырып, көбеюге жағдай жасайды. Бактериялар тез көбейетіндіктен жылдам дамып отырады. Петри шынысындағы бактериялар ертеңгі күні генетикалық өзгеше бактерияларға айналуы мүмкін. Олар кез келген сыртқы өзгеріске бейімделеді. Сол арқылы бактериялар саны миллиондарға немесе миллиардтарға жетуі мүмкін. Осылайша олар бастапқыда қолданылған антибиотикке төтеп бере алады. Бактериялар кез келген антибиотикке қарсы төзімділік дамытады. Мәселе олардың қаншалықты жылдам және қалай бейімделетіндігінде. Антибиотикке төзімділік өте өзекті мәселеге айналды. Өйткені МРСА сияқты жаңа бактерия штамдар пайда болуда. Ғалымдар ұдайы жаңа антибиотиктер ойлап табуы тиіс. Сонымен қатар, биологиялық жарыста басым болу үшін кеңінен қолданылатын антибиотиктерді мұқият қадағалауда маңызды. Балалар, видеороликте сіздер өздеріңізге қажетті мәліметтерді алды деп ойлаймын. Ендеше біз сабақтың басында біз вирустар туралы айтып кеткен болатынбыз. Ендеше біз вирустардың құрылысына тоқтала кетейік. Вирустар бізде латыншадан аударған кезде «у» деген мағынаны білдіреді. Вирустар тек тірі жасушаларда ғана өсіп өніп тіршілік ете алады. Вирустардың ұзындығы 20 нанометрден 500 нанометрге дейін барады. Вирустардың құрылымына келетін болсақ, олар қабықшадан және де нуклеин қышқылдарынан тұрады. Қабықшаның біз сыртқы қабатын капсид қаптайды. Капсидтің негізгі қызметі ол ішкі нуклеин қышқылдарын сыртқы орта факторлардан қорғау болып есептеледі.
Вирустар нуклеин қышқылының түріне байланысты ДНК-лы және де РНК-лы болып келеді. Вирустардың ішіндегі ең кең таралған түрі темекі теңбілі вирусын айтуымызға болады. Темекі теңбілі вирусының пішіні ұзынша цилиндр тәрізді болып келеді. Капсомерлерден тұратын нәруыз қабықшасының астын спираль тәрізді оралған РНК болады. Вирустардың келесі бір түрі ол бізде бактериофагтар. Бактериялар зақымдайтын вирустарды бактериофагтар деп атаймыз. Бактериофагтың негізгі құрылымы басы, құйрықшасы және базальды пластинка деген 3 бөліктен тұрады. Бас бөлігінде ДНК ақпараты орналасқан. Ал ендеше балалар, біз вирусты инфекцияның зақымдану кезеңдерімен танысайық. Ең бірінші ол бізде вирустардың е жасуша мембранасына қосылуы. Екінші, өзінің нуклеин қышқылына цитоплазмасына бірігуі. Қабық зақымданған жасушадан тыс қалады, яғни денесі. Үшінші, вирустың нуклеин қышқылдар е жасушаның хромосомасына орнығады. Төртінші, осы сәттен бастап е жасушаның гендер қызметі атқаруын тоқтатады. Жасуша энергия жұмсайды және вирус бөлімдерін жасау үшін өз затын пайдаланады. Жасушада вирустардың жеткілікті саны жинақталғанда құрастырылады. Яғни нуклеин қышқылдар функциялық вирустар түсіп, қабықшамен киінеді. Сонан кейін дайын вирустар е жасушасын тастайды, олар өз ресурстарын таусылғандықтан тіршіліктерін жояды. Ал вирустар жаңа жасушаларды зақымдауға кіріседі. Ал ендеше балалар, вирустық аурулардың қазіргі таңдағы ең кең таралған түрі туралы айта кетейік. Видеороликке назар аударамыз. Ғалымдар пандемиялық вирустардың таралуын көп жылдан бері зерттеп келеді. 21 ғасырда алғашқы болып атиптік пневмония немесе АЖТС, яғни ауыр жедел тыныс жолының синдромы таралды. Ауыр жедел тыныс жолының синдромы 2003 жылдың көктемінде Азияда пайда болды. Бірнеше аптаның ішінде ол бүкіл әлемге таралып, 8 мыңнан астам адамға жұқты. Ауыр жедел тыныс жолының синдромы тұмау вирусының әсерінен емес, коронавирустан пайда болады. Бұған дейін суық тиюден пайда болады деп келген ауруды коронавирус қалай ғана ажалға апаратын ауруға айналдырды. Вирустың бұл түрі алғашында жануарларда пайда болды. Кейін өзгеріске ұшырап адамдарға жұқты. Бұл мутациялық өзгеріс ауыр жедел тыныс жолының синдромының қаупін арттырды. Алайда мұның себебі әлі күнге дейін толық ашылмады. 2003 жылы ауыр жедел тыныс жолының синдромының таралуы бірнеше айға созылғанымен, оның емі әлі табылмады. Видеороликте сіздер қызықты мәліметтерді алды деп ойлаймын. Ендеше коронавирус туралы қысқаша тоқтала кетейік. Қазіргі таңда оған ғалымдар коронавирус деген атау беріп отыр. Себебі латынның тәж немесе халыс шеңбер деген сөзінен пайда болған атау. Өйткені коронавирус микроскоппен қарағанда осы екеуінің қосындысын еске түсіреді. Бұл вирустар тобына адамдарға зиянын тигізетін бірнеше түрі көреді. Олардың бірі тұмауға шалдықтырса, өзгелер жарқанаттар мен түйелерден кездесіп, бүгінгі ғылымда ауыр өткір респираторлы синдром және де MERS таяушығыс респираторлы синдром деген акрониммен белгілі болып отыр. Коронавирустардың көбі жөтелгенде, түшкіргенде немесе осы инфекцияға шалдыққандарды ұстағанда жұғады. Ғалымдардың сөзінше жаңа вирус адамнан адамға жақын байланыста болғанда тыныс алу жолымен беріледі. Қазіргі таңда соңғы ақпараттар бойынша 200-ден астам мемлекет осы коронавирус ауруынан зардап шегіп отыр екен. Сонымен қатар бізде адам организмінде иммунитеті төмен түсіретін заттарды кездеседі. Шылым шегу, шарапты қолдану және де есірткілік заттарды қолдануды айтуымызға болады. Ал ендеше балалар, біздің сабағымыз өз соңына да жетіп қалды. Сабағымызды аяқтамас бұрын біз алынған мәліметтерімізді тиянақтау үшін тест тапсырмасын орындап көрейікші. Балалар, сіздер бұл сұрақтарға жауап бере алды деп ойлаймын. Ендеше жауабын тексерейік. Бірінші сұрақтың жауабы Ивановский, екінші сұрақтың жауабы вирус, ал үшіншінікі тірі денелерде. Әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, біз сіздер бұл сұрақтарға да дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Ендеше жауабымды қарап көрейік. Төртінші А. Вирустар. Бесінші С. ДНК не РНК және қабықшадан тұрады. Алтыншы У-дан тұрады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Қазіргі таңда біздің елімізде коронавирус ауруының тез таралуына байланысты вирустық аурулардан қорғанудың дұрыс нұсқасын көрсетіңіздер. Сіздерге экранда бірнеше суреттер көрсетілген. Солардан өздеріңізге тиімді дұрысын таңдаңыздар. Дұрыс айтасыздар балалар.
ол бізде маска кию және де қолды үнемі жуу және антисептиктерді қолдану, сонымен қатар салфеткаларды қолдану болып келеді. Балалар, біздің сабағымыз өз мәресіне де келіп жетті. Сау болыңыздар.